шал, онда мен отыра тұрайын деп айтады. Өлгісі келмеген ғой 85-тегі шалдың. Соғысап, құрметті ағайындар, біреуге ерте келіп атады сөз дегенім, біреуге кеш келіп атады. Игіліктің ерте кеші жоқ, ақ ниеттің ешқандай ерте кеші жоқ. Қай уақытта сөйлесең де, қай жерде отырсаң да, төр менікі, сөз менікі деген ниетпен ортаға шығып, той дегенім осы. Бүгінгі тойда ақ ниетін айтып, қане тынышталайықшы жастар жағы. Жастарға айтамыз да, үлкендердің құлағына алтын сырға деген сөз ғой. Көршілерді шақырғым келіп отыр. Крем сатсаң, көршіңе сат, бір шетіне өзің отырасың дейді. Бірде-бір тынышталайық, құрметті қонақтар. Тихо. Сұранамыз, өтінеміз. Тынышталайық. Құрметті қонақтар, бірде-бір ер азамат келе жатыр екен. Үй алғым келеді деп бір көшені аралап келе жатса, бір 2 этажды зәулім коттедж тұр дейді. Сөйтсе әлгі коттеджге келіп кіргенде үйінің бағасын сұраса, 1 миллион деп айтады дейді. Кішкене қымбаттау екен. Онда мен ары қарай барайын деп. Құмырсқа әліңді біл, аязбен жолыңды біл дегендей, жаймен жүріп келетсе кішірек бір үйді ұнатыпты да, осы үй арзандау болар мүмкін деп кірсе, 2 миллион деп айтады дейді иесі. Ойпырмай ағатай, жаңа мына көрші коттеджге кірдім, 2 этажды зәулім үйге. Үйің қанша деп едім, 1 миллион деп айтты. Сіздің кішірек үйіңіз неге 2 миллион десе, менің үйім 1 миллион, көршілерім 1 миллион, екеуі қосқанда 2 миллион деп ойлаймын. Көрдіңіздер ғой көршілердің қандай құрметін. Анау жаққа барған кезде де көршілердің көмегі тиеді екен. Сондықтан да жақсылап тұрып ортаға көршілерді шақырамыз. Кәнеке көршілер билеп ортаға. Аспандары ашық болсын.